О, брат. Мал, ақша қайда? Қана, мен саған бәрін түсірем. Ақша болады жақында. Сен құлағымнан теуіп жүре берем деп ойлайсың ба? Қанша болды өте бергеніне? Қана, сәл шыдай тұршы. Ақша түседі жақында. Тиынына дейін қайтарам. Еркекше көресің ғой, уайымдамасай. Мал, сен сияқты наркошаға ақша кім берсін? Қарындасым ауырып өлейін деп жатыр деген едім ғой, бұл жол кімді өлтірмекшісің? Жақында мамашқа келеді. Сосын алып берем, уайымдамасай. Осыдан алдасаң қара. Аямайым. Алдамайым. Көресің ғой. Мал, бұл саған профилактика. Бірінші рет және соңғы рет. Алдайым десені, өлдім дей бер. Қана. Сәлем Гүлназ. Айдар, сен ба? Кірсей. Гүлназ, біз Саматты күтіп болмағаннан кейін қайтып бара жатырмыз. Саған бір өтініш болып тұр. Қандай өтініш? Самат келген екенімізге хабар берші. Біз оған жолығуымыз керек еді. Сондасақ телефоны өшірілді. Айтпақшы, сен осы Саматтан бір өзгеріс байқап жүрген жоқсың ба? Байқап жүрмін. Соңғы кездері көп ішетін болыпты. Көп ішетін болыпты дейсің ба? Сендер де байқадыңдар ма? Оған түсіндіріп айтыңдаршы. Бекерден бекер ішпейді ғой, бір проблемаға душар болған сияқты. Оны айтамыз. Негіз біз соны айтуға келгенбіз ғой. Сосын былай істеші. Самат келгеннен кейін білдіртпей хабарласшы бізге, мақұл ма? Ол бізбен жолға ұялып қашып кетуі мүмкін да. Жарайды. Ойындама, әлі бәрі жақсы болады. Жақсы. Жұмыстарыңыз қалай болып жатыр, аға? Уайымдама, бәрі жақсы. Айып етпеңіз. Сізді қинап қойдым ғой. Бұлай болады деп кім ойлаған? Тепсем темір үзетін жағымда. Жатсын мынау. Дархан, қинағаныңыз екінші рет бұны сіз айтушы болма. Әлі аяққа тұрып кетесің. Аяққа тұру үшін қыруар қаржы керек емес пе? Оны қайдан аламыз? Сен ол жағына басыңды ауыртпай қой. Табам. Өлсем де тірілсем де табам. Анау Саня бар емес па? Қайсы, көрші ме? Сол өткенде бір жақсы жұмыс бар деп атқан. Істейсің ба деді. Соған барсам ба деп отырмын жұмыс бойынша. Жақсы жұмыс болса, неге өзі істей бермейді? Өзім де істеп жүрмін деген. Не жұмыс екен? Әзірге білмеймін. Бірақ табысы жаман емес сияқты.
Байқап жүрмін. Соңғы кезде жағдайда жақсарып қалғанға ұқсайды. Негізі аға, сол Саняға жоламай ақ қойғаныңыз дұрыс ау. Ой, оны уақытында көреміз. Сен әр нәрсені ойлап басыңды ауырта берме. Демал. Мен кешірек келем. Біраз шаруаларым бар. Жақсы. Неғып жүрсіңдер? Не болды? Есің жидің ба? Әлде бізді елес деп ойлап жүрсің ба? Біз елес емеспіз. Ау, есіңді жи. Шынымен, таң атпай, не істеп жүрсіңдер? Саған келдік, жағдайыңды білейін деп. Жағдайын білуге таң атпай келесіңдер ма не енді? Енді өзің ұстатпайтын сияқтысың басқа күндер. Короче, сені кеше түн жарымға үшін күткенбіз. А сен таң ата келіпсің. Қайда болдың? Не жұмыстарың бар? Сендер немен аңдып жүрсіңдер ма? Қысқасы былай, Самат. Сен мефке отырып қалды деп естідік. Бізге жасырмай шындығын айтсай. Қайдағы меф? Қайдан шығарып алдыңдар бұл әңгімені? Самат, жасырмай шындығыңды айта бер. Сен боп бәрін бұлықтырып жүрген. Неге Айдардан көріп отырсың? Осы ғой, бәрін бүлдіріп жүрген. Демек рас қой, Жоқ, өтірік конечно. Мен айттым. Сен осы соңғы кездегі істеп жүрген тірліктердің барлығы соған ұқсайды. Сен не маған әперіп қойып бердің? Саған үші алып беру керек па не? Еркекше мойындашы, Самат. Отырғаның рас қой. Айттым ғой, жоқ. Қайдан шығарып алдыңдар? Сенің түріңнен шығарып алдық. Сенің түрің айтып отыр ғой, мен наркоманмын деп. Ой, қойшы Чина. Жоқ, өзі да адамның жынына тиіп. Наркомансың ба? Наркоманмын деп айт. Мойындауда ерлік. Оның үстіне біз саған бөтен емеспіз. Чина, қойшы дедің ғой, саған болды. Чина, шынымен ақылымай қойық. Үйде Гүлназ бар. Гүлназ естіп қойса, білесің ғой қандай үйге душар болатын. Қысқасы, Самат. Анау мынау демей, шындығын айт. Біз саған жамандық ойламасақ та, жақсылық ойлаймыз. Шындығын айтсай бізге түсіндір. Біз саған көмектесеміз. Қалай көмектесесіңдер? Біріншіден, сен жүрісіңді қою керек. Қалай ойдырмақсыңдар? Не, мен бөлмеге қамып қоясыңдар ма? Әлде наркология апарып жатқызып тастайсыңдар ма? Ол жағын ойланып көреміз. Қолың сілтеме, қолың сындырып тастаймын кәз. Қойшы, Чина, не болды саған? Міндет қой мынанікі. Наркотикке бөлшініп отырдың ма? Қойшы, Чина болды. Екіншіден, Самат, сен жолып жүрген закладчиктеріңді бізге көрсетесің. Біз олармен сөйлесіп, айырамыз. Қалай көрсетем мен оларды? Мен олардың түрлерін де көрмеймін, танымаймын да. Бека, Самат дұрыс айтып отыр. Бұлар закладчиктермен көзбе-көз жолықпайды. Сен қайдан білесің? Араласып жүрсің ба не? Обязательно араласу керек па не? Білем да? Так.
Саня, сен өткенде бір жұмыс бар деп жатырмын ба? Я бар. Айтса енді, не жұмыс ол? Короче, работа не тяжелая, но ответственная. Денег нормально заработаешь. Братишканы поднимешь. Қатын аласың, үй аласың. Дальше больше ғой. Вот я, например, в Таиланд собираюсь, потом Дубай. Там останусь, наверное. Қиялдамай айтсай тез. Не жұмыс ол? Я тебя сразу предупрежу. Туда вход есть, обратно выхода нету. Я тебя познакомлю с одним человеком. Серьезный человек. Главное, без косяков. Я за тебя отвечаю. Если вдруг какой-то косяк, спрос будет с обоих. В первую очередь с меня, потому что я за тебя в ответственности. Онда ше? Неменеге жыртылып отырсың, Дубай, Таиланд деп. Обратно выход болмаса. Есть одна мыслишка, но тебе об этом знать рано. Ойлан, Даурин, ойлан. Келістік. Солай бауырым. Олай ақмақ болма. Өз өміріңе өзің балта шаппасай. Айту оңай сендерге. Айту оңай ма, қиын ба? Тыңдасай адамның сөзін. Білә, міндет болды ғой сенің наркоша болғаның. Короче, былай. Бүгін ешқайда шықпайсың. Үйде боласың. Біздің бітіретін бір шаруаларымыз бар. Соларды бітіріп, қайтан келеміз. Үйде бізді өз жерде күтесің. Есікті сыртынан құлтап кетеміз. Қалай құлтап кетеміз? Менің де жұмыстарым бар. Бітіріп келген шығарсың таңдайтын жұмыстарыңды. Отыр болмалы үйде. Жігіттер, сендер неменеге қожайын болып отырсыңдар? Өз үйімде өзім білетін шығармын, қашан келіп, қашан кететінімді. От, білмейсің де өзің. Самат, үйде бола берсе бауырым. Солай дұрыс болады. Кеттік па, жігіттер? Жігіттер, сендер барып ештеңе істей алмайсыңдар. Таппайсыңдар да оларды. Короче, оны ше уақытында көреміз. Үйде отшы бүгін. Мына гнида захватчиктерді табу қиын болатын сияқты, бека. Қалай істесек болады өзі? Ойластыру керек жігіттер бұны. Ойластыру керек. Бұл жерде Самат арқылы шығу керек. Есебін тауып, басқа вариант жоқ. Бағана өзі де сен де айттың ғой. Олар бір-бірімен жолықпайды да, бір-бірін танымайды да деп. Айтуын айттым ғой, бірақ сонда да бір амалын қарастыру керек. Ойластыру керек. Не аламыз? Кеттік болында? Мынау ше біз келеміз дегенше өліп қойма. Шыдасын. Ұзаққа кетпейміз ғой. Біз келгенше өле қоймас. Айдар, сенден бір жеке аптекаларың бар емес пе еді? Адам ауырып қиналған кезде тыныштандыратын бір укол болса аласаш. Мына ломка қысса керек болып қалар. Ол көмектеспейді ау. Сонда да біреуін аласаш. Ол жарайды. Қалай істейміз өз? Қалай қойдырамыз бұны? Ертең анасы естісе жаман соққы ойнап тұр ғой кісіге. Жігіттер. Мүмкін болса анасы естімеген дұрыс болып тұр ғой. Кеттік па, жігіттер? Менде бір таныс жігіт бар. Закладчик туралы бір білсе сол білер. Соған барып жол ғой онда. Әне келе жатыр. Бека, бұл кім? Бұл мен жақын досым. Закладчиктер туралы осы білу керек. Жүріңдер, сөйлесейік бұнымен. Кана! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, Бека? Зың ғой зың. Өзінде? Дәл солай ғой менде де. Базар жоқ, базар жоқ. Жүріпсің біздің районда? Сол, саған келгенім. Айтайыр, не проблема, не көмек.
Айтпақшы танысып қой. Бұл менің бауырларым. Кана. Шыңыз. Кана. Айдар. Не проблема болғанда бір тема шығып тұр ғой. Айт. Жүрсең отыр сөйлесейік та. Жылдас капитан. Мен ұмын. Көрініп тұр наркоман екендері. Таңға дейін болған сияқты. Сен кімсің? Подполковник Асанов. Капитан Байтасов. Не болған? Түнгі 12 мен 1-дің шамасында болған, бірнеше жеріне пышақталған. Айғақ заттар табылмаған шығар болса да. Жоқ, табылған жоқ. Ешкім ештеңе білмей ма? Қазір көршілерден жауап алынып жатыр.